Саламатсыздар ма, құрметті менің сүйікті көрермендерім. Бұл видеода мен сіздерге нумерологиялық талдау барысында тағы да бір қызықты өте нәрсені қалай білуге болатынын айтайын. Бұл психосоматикалық фактор. Адам өзінің ойыменен, мінезіменен өзіне бір ұстанып алған нәрселеріменен қалай ауру алып келетіндігін. Енді бізде қазақ айтпай ма, өзінің пиғылынан табады деп, сол адам өзінің ойыменен өзіне жасап алатын, өзінің ғана қолында оны емдеуге сондай факторларды айтқым келіп отыр. Енді құрметті көрермендер, сіздер ренжімеңіздер. Мен арасында енді орысша, қазақша сөз кетіп жатырса, өйткені мен өзім орыс мектеп бітіргенмін, және де нумерологияны орысша оқығанмын. Сосын, бірақ енді неге қазақша видео түсіріп, неге нумерологияны қазақша жеткізім келіп жатырған себебі, мен өйткені өзіміздің қазаққа осы орысша оқысам да, соны перевод жасап, аударып, қазақша жеткізгім келіп отыр. Өйткені ол адамдарға ешкім ондай нәрсе айтып жеткізіп жатырған жоқ. Мен өйткені өзім қаладан емеспін. Сондықтан өзіміздің ауылдағы адамдарға жеткізгім келеді. Біріншіден, екіншіден, орысша оқымаған адамдар да болады ғой. Соларға қазақша жеткізгім келеді. Өйткені орысша оқу ол міндет емес. Бұрынғы Совет үкіметінің кезінде, сол кезде орыс мектептер бір не дейді жаңағы мода болған емес пе, сол кезде біздің ата-анамыз бізді орыс мектепке берген. Біз оларға кінә таға алмаймыз. Және де мен қазақша тілді ұмытқым да келмейді. Сондықтан ары қарай дамытамыз деп ойлаймын. Сіздермен бірге қосылып, егер де менің айтып жатырған сөзім орысша айтылып кетіп жатырса, ол сөздің сіз аудармасын қазақша білсеңіз, осы видеоның астында комментарийға жазып өтсеңіз болады. Келесіде мен сіздер арқылы өстіп видеомды таза 100%, 100% деп айтайын, сондай қазақша өткіземіз деп ойлаймын. Рахмет сіздерге. Енді жаңағы видеомыздың несіне көшейік, тақырыбына. Бұл жерде психологический және де психосоматический фактор дейді ғой. Бұл адамның өзінің ойынан болатын нәрсе аурулар. Ол біз оны жаңағы нумерологиялық талдау барысында сандарменен есептеп көріп отырамыз. Мысалы, бір адамда мына речевая энергия деген болады, біздің мына тамағымызда болады жаңағы. Сол байланып тұрады. Соны босатуымыз керек. Әйтпесе адамдарда не болады? Тамақ аурулары көп болатын болады, бронхиальная астма болуы мүмкін, немесе аллергиялар болуы мүмкін. Сондайды болдырмау үшін біз айтамыз ол адамға: сізде мынандай жеріңізде, мысалы, жаңағы речевой дедік қой, тамағыңыздағы энергияңыз байланып тұр, соны босатуыңыз керек. Немесе физическая энергия деп айтады, қозғалыста болу керек адам. Оны да сол адамға айтып бере аламыз. Сондықтан да кез келген ауруды психосоматика арқылы айтып, оны қалай жазу керек екенін айтып беруге болады. Нумерология бұл жөнінде өте жақсы көмек бере алады.